Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте оңай жасалатын трайфлдың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл өте дәмді әрі оңай рецепт. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп кетіңіз. Ол үшін бізге сұйық май, ұн, сүт, қант, жұмыртқа, какао және де қопсытқыш керек. Ең алдымен шұңғыл ыдысымызға жұмыртқамызды, оның үстіне қантымызды салып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін сүтімізді және де сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап миксермен араластырамыз. Қопсытқышымыз бен какаомызды ұнның үстіне салып, жақсылап қасықпен араластырып, сұйық массаның үстіне саламыз. Сосын тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Ұнды екі бөліп салғандарыңыз дұрыс, сонда бисквиттеріңіз өте жақсы әрі үлпілдек болып көтеріліп шығады. Содан дайын болған массаны осындай табаға құямыз. Енді бисквитімізді 15-20 минутқа 180 градуста пісіріп аламыз. Піскенін ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп алыңыздар. Піскен соң бисквитімізді келесі пергамент қағазына ауыстырып қоямыз. Суығаннан кейін оны жақсылап үгітеміз. Енді крем дайындаймыз. Ол үшін бізге сливки және де қант ұнтағы қажет. Ең алдымен салқын клейгейді жақсылап миксермен араластырып аламыз. Қоюлана бастағанда қант ұнтағын салып, тағы да жақсылап миксермен араластырамыз. Содан соң өте қою жақсы крем шығады. Содан соң кремімізді кондитерлік қапшыққа саламыз, немесе осылай да бола береді. Содан соң ганаш дайындаймыз. Ең алдымен шоколадымызға сүт немесе сливки құйып, микроволновкада ерітіп аламыз. Енді трайфлдарды жинаймыз. Ең алдымен осындай ұнтақталған бисквиттерімізді саламыз. Оның үстіне кремімізді жағып, сосын тағы да ұнтақталған бисквиттерімізді саламыз. Осылай ыдысымыз толам дегенше жасаймыз. Содан соң дайын болған трайфлдардың үстіне шоколад құйып, өз қалауларыңызша әрлесеңіз де болады. Мен тек арахиспен ғана әрледім. Содан соң дайын болған трайфлдарымызды 1-2 сағатқа тоңазытқышқа саламыз. Осымен біздің трайфлдарымыз дайын. Өте дәмді әрі бір жасағаннан сәтті болып шығатын рецепт. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Сіздермен болған қымызды астарыңыз дәмді болсын.